Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Дана мен денсаулыққа каналы. Бүгінгі видеомызда біз алдында сіздерге уәде бергендей селеннің организмге берер пайдасы және зияны жөнінде айтатын боламын. Жалпы селеннің организмде көбейіп кетуі де, азайып кетуі де өзіндік бір катастрофа болып саналады. Бірінші, жалпы қалқанша безінің қызметіне өзіндік әсерін тигізетін элементке біз йод жататынын білеміз. Оны бұрындарда барлығы біледі деп ойлаймын. Және оған қоса тағы бір өзіндік әсерін тигізетін қалқанша безінің гормонының бөлінуіне өзіндік әсерін, септігін тигізетін микроэлементке селен жатады. Селен онымен қоса иммунитеттің күшеюіне, қартаюдың алдын алуға, шаштың қызметінің жақсаруына, сонымен қатар рак клеткаларының алдын алуына, сонымен қатар гормондардың өзіндік реттелуіне әсерін тигізеді. Бірақ та оны жөн жосықсыз қолдана беру, биодобавкаларын қолдану немесе тағам түрінде ішу, ол оңды солды ішу өзіндік әсерін тигізуі мүмкін. Оны мен қазіргі видеомда сіздерге толығырақ түсіндіретін боламын. Организмге қалай, қай жағынан өзіндік кері әсерін тигізетінін. Бізде организмде тірі зат болғаннан кейін ол энергия арқылы энергия бөлінеді және энергия қабылдаймыз, және энергия бөлінген кезде белгілі бір қалдық заттар, соңынан қалатын заттар бөлінеді. Солардың ішіне сутегінің асқын тотығы жатады. Егер де организмде сутегі асқын тотығы, өлген клеткалар көп жинала беретін болса, организмде белгілі бір процестер бұзылуы мүмкін. Әсіресе осы перекис, яғни сутек асқын тотығының пайда болуы, бұл жалпы жасушалардың ДНК-сының мутациялануына, сонымен қатар рак клеткаларының, мутацияланған рак клеткаларының көбейіп кетуіне өзіндік әсерін тигізеді. Жалпы перекис бұл негізінен тірі нәрсеге әсерін өте жаман әсерін тигізеді. Ол көбінесе біз перекисті белгілі бір нәрсені залалсыздандыру мақсатында ғана қолданамыз. Ал бұндай жағдайларды болдырмас үшін бізге организмге селен керек. Селен болса, ол селен ферменттердің бөлінуіне өзіндік әсерін тигізеді. Селен және де басқа да витаминдер, оның ішінде витамин Е, витамин С, бұл антиоксидант болып саналады. Антиоксидант болса, онда организмде ферменттері дұрыс бөлінеді, сәйкесінше сутек асқын тотығы секілді қалдық заттардың организмде көбейіп кетуі азаяды. Сәйкесінше артынша алатын асқынулар орын алмайтын болады. Одан кейінгі екінші әсері, бұл жаңа айтылған организмдегі белгілі бір заттарды жою, қабынулық процестердің алдын алу мақсатындағы белгілі бір қызметі болып саналады. Одан бөлек селен организмдегі қалқанша безіндегі Т3-тің Т4-ке айналуына өзіндік әсерін тигізеді. Сонымен қатар, егер йод селеннің көмегінсіз организмде йодтың қалқанша безі гормонының жүруі және де организмде йодтың сіңірілуі осы селенсіз жүрмейді. Сонымен қатар гормондардың ішінде Т3 бұл әлсіз болып келеді Т4-ке қарағанда. Егер Т3-тен Т4-ке айналатын болса, Т4 гормоны Т4 өзінің қызметін организмдегі толыққанды жасай алатын болады. Ал бұған да өзіндік әсерін тигізетін микроэлемент селен болып саналады. Ендігі кезекте жалпы бұл элементтің пайдалы жақтары десек болады. Бұнымен қоса оның қараңғы жақтары, темная сторона деймін, жағымсыз жақтары бар. Зерттеулерге келетін болсақ, бірінші дефицитіне байланысты көптеген елдерде бұл жалпы селен негізінен топырақта жақсы сақталады. Топырақтан алынады негізгі бұл өнімдер, селеннің өнімдері. Және де көбінесе селен негізінен бразильский жаңғақтарда өте көп мөлшерде болады. Егер топырақта жетіспейтін жағдайда, онда бүкіл населениеде бұл селеннің жетіспеушілігі байқалатын болады. Зерттеулерге қарап отырсақ, осындай селені аз топырақтардан қоректенген адамдар, то есть тамақ ішкен адамдар өзіндік
кейін мысалы бірнеше жыл өткеннен кейін зерттеулерге келген кезде осы селеннің организмде жетіспеушілігін байқаған болатын. Одан бөлек қазіргі кезде Қытайдың кейбір жерлерінде, Жаңа Зеландияда, одан бөлек Россияның кейбір аймақтарында, әсіресе Орынбор қалаларында селен жетіспеушілігі байқалды. Ал Қазақстанның қазіргі кезде оңтүстік аймақтарында әсіресе селен жетіспеушілігін байқаймыз. Бұл зерттеулер бойынша айтылып кеткен мысалдар. Ендігі кезекте америкалық белгілі бір ғалымдардың тәжірибесін байқау кезеңінде мынандай өзгерістерді байқадық. Американың белгілі бір халқына, населениесінде осындай селені бар құрамында биодобавкаларды бере бастайды. Сөйтіп 4-5 жыл уақыт бойы бақылап көреді. 4-5 жылдан кейін адамдарда шаштың түсуі және де тіпті сахарный диабеттің 2-ші типінің пайда болуы, аутоиммунды тиреоидиттің дамып кетуі секілді клиникалық симптомдар байқалған болатын. Сөйтіп зерттеу барысында қараса, бұл селеннің терапевтикалық дозасын қабылдаған болатын. Жалпы селеннің терапевтикалық дозасы күніне 200 микрограммға дейін. Егер де ол одан да көбірек болатын болса, ол тіпті организмнің ауыр металмен улануына келуі мүмкін. Жалпы организм ауыр металмен уланатын болса, шаштың түсуі, понос, яғни іштен кетуі, құсу, бас айналу, және ауыздан сарымсақтың иісі шығуы мүмкін, аузына металдың дәмі келуі мүмкін, ұйқышылдық, тітіркендіргіштік болуы мүмкін, апатия сияқты симптомдар бұл ауыр металдармен уланған кезде кездесетін негізгі симптомдар болып табылады. Жалпы селен бұл ауыр металл, как ртуть, мышьяк сияқты улану кезінде өзіндік жанама әсерін көрсететін болады. Добавкалардан бөлек бразилиялық жаңғақтардың құрамында селен кездеседі деп айттым, бірақ та оның құрамында да өте көп мөлшерде кездесетіндіктен организмге как ауыр металдармен уланған секілді симптомдарды көрсетуі мүмкін. Жалпы селен организмге түскеннен кейін ол бірден сіңірілмейді, сол үшін біраз уақыт кетеді. Және де оны үсті-үстіне іше беретін болсақ, өте қатты симптомдардың көрініс беруін байқауымыз мүмкін. Одан басқа селен негізінен белгілі бір тамақтардың құрамында амин қышқылы түрінде кездеседі. Метионин амин қышқылы, цистин амин қышқылы түрінде болады. Жалпы метионин түрінде кездескен жағдайда бұл организмге түседі, метионин амин қышқылы болып, және де ол бірнеше айналымдардан өтеді. Оған бірнеше уақыт кетуі мүмкін, бірнеше күндер кетуі мүмкін. Бұны біз есептей алмаймыз нақты уақытын, бірақ ұзақ уақыт кетеді. Бірақ та онымен қоса цистин түрінде бар. Ол әсіресе мысалы балық еттің құрамында кездеседі. Бұл амин қышқылы. Оның өзінде егерде мысалы топырағының құрамында селен болатын болса, ол селен болмаған жағдайда, онда оны тұтынған жануардың да етінің құрамында да сәйкесінше селен болмайды. Солай бізде селен организмге түспейтін болады. Жалпы организмге селеннің түсуге қажетті мысалы қауіпсіздігі мол, қауіпсіз болып саналатын түрі бұл натрий селенит немесе натрий селенаттық түрі болып саналады. Бұл организмнен бүйрек арқылы шығып кететіндіктен организмге ондай қатты зияндық әсерін тигізбейді және де жиналып қалмайды. Солай өзіндік жақсы әсерін тигізуі мүмкін. Жалпы бұл селенді тағайындамас бұрын, оны ішпес бұрын организмде қанша мөлшерде бар екенін біліп алуымыз керек. Оны бірнеше анализдер арқылы зерттеуімізге болады. Біріншісі ол жай қан анализі арқылы. Жай қан анализі бұл біз бірнеше күннен бұрынғы қолданған селеннің мөлшерін ғана анықтап көрсетеді. Біз басқалай мысалы бір жыл бұрынғы организміміздегі селеннің мөлшерін анықтау үшін басқа да әдістерін қолдануымызға болады. Одан бөлек зәрдегі мөлшерін анықтауымызға болады. Бұл да бірнеше күндікін ғана көрсетеді. Немесе тек қана қанның жалпы өзінің құрамындағы плазмасыз
солай селеннің құрамын анықтауға болады. Жалпы плазмасыз только эритроциттер, тромбоциттер, лейкоциттер ғана болады. Және де соның құрамындағы селеннің деңгейін анықтайды. Мысалы, эритроциттер организмде 120 күн болатын болса, селенде сәйкесінше сол 120 күнгі эритроциттің құрамындағы селеннің деңгейін анықтап беретін болады. Үшінші әдіс бұл шаштағы, тырнақтағы селеннің деңгейін анықтау. Яғни, егерде шаш, тырнақ ұзақ уақыт бойы өсетін біздің организміміздегі белгілі бір бөлшегі болып саналады. Сол егерде селеннің деңгейін анықтау мақсатында ұзақ уақыттан бергі анықтағымыз келсе, онда осы шаштан немесе тырнақтан анықтай алуымызға болады. Эндокринологтар негізінен көп проценті, 70-80% селенді тағайындауға қорқады. Өйткені мысалы әсіресе аутоиммунды тиреоидитта және де жүкті әйелдерде, балаларда кездесетін белгілі бір қалқанша безінің қызметі бұзылыстарында біз селенді тағайындай алмаймыз. Ол тікелей йодқа және де қалқанша безінің тікелей өзіне қатысты болып саналады. Только қалқанша безінің қызметі бұзыла тұра дәнекер-тіннің қызметі бұзылып, мысалы орбитопатияларда көздің шарасынан тыс шығып кетуі кезеңде, сол кездерде ғана біз селенді тағайындай аламыз, бірақ оның өзінде арнайы бір көрсеткіштер бойынша беріледі. Және де қант диабетінің белгілі бір аутоиммунды түрлерінде, мен қатар одан бөлек гормональдық аурулардан бөлек қабынулық аурулар кезеңінде және де рак аурулар кезеңінде алдын алу мақсатында тағайындауға болады. Оған дейінгі көрсеткішті білгенмен, одан кейін де зерттеу әдістері жүргізілмегендіктен біз үшін жалпы селеннің организмдегі әсері, жалпы оның қалай организмге өзіндік әсерін тигізіп жатқанын біз нақтырақ біле алмаймыз. Біліктер, зерттеулер өте аз, соған байланысты биодобавкалар, витаминдер, минералды заттарды жөн-жосықсыз қолдана беру бұл өте зиян болып саналады. Тіпті сіз мысалы ақыр соңында өзіңіздің денсаулығыңызбен бұған төлеуіңіз мүмкін. Өзіңіздің тым жақсы тұрған денсаулығыңызды мүлдем құртып тастауыңыз мүмкін. Сол үшін сіздерге ескерту ретінде айтарым, егерде белгілі бір микроэлементті ішу мақсатында, егер биодобавка, витамин ішкіңіз келіп жатса, алдын ала дәрігермен ақылдасу керек, және де оған сізде көрсеткіш бар ма, жоқ па, соны байқау керек. Және де ол сізге қаншалықты мөлшерде керек или керек емес, сол мақсатта біліп алу керек, чтоб сіз өзіңіздің организміңізбен расплатиться етпес үшін. Соңында орысша сөйлеп кетіп жатсам, ренжімеңіздер. Жалпы келесі видеоларда нақтырақ басқа да витаминдер туралы, дәрумендер жайлы, минералды заттар жөнінде толығырақ айтып кететін боламын. Бүгінге селен туралы ақпарат сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.